Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз қазақ тіл сабағынан 37-ші сабақ мәтін дегеніміз не тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта мәтін туралы білеміз, әңгімелеу мәтінін құрастырып жазамыз. Бірінші жаттығу оқы. Ұстазым Інжу апай алғашқы менің. Екінші бөлік мынау сынып бөлмесі. Айжан кітап оқығанды ұнатады. Үшінші сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар үш қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Енді бізге астына тапсырмалар берілген екен. Бірінші салыстыр, қай бөлікте сөздер берілген. Әрине бірінші бөлікте сөздер берілген. Мысалы, ұстазым Інжу апай алғашқы менің дейді. Яғни бұл сөздер үтір арқылы белгілі бір-бірімен байланыспай, тек қана сөз болып тұр. Екінші тапсырма, қандай сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған? Әрине екінші бөліктегі сөйлемдер бір-бірімен мағына жағынан байланыспаған. Себебі мынау сынып бөлмесі, Айжан кітап оқығанды ұнатады. Яғни бірінші сөйлемде мынау сынып бөлмесі дегенде сынып туралы айтылса, Айжан кітап оқығанды ұнатады деп Айжан туралы кітап оқығанды ұнататындығын туралы айтып тұр. Яғни екі сөйлем екі мағынада, екі түрлі мағына беріп тұр. Үшінші тапсырма, қай сөйлемнің орнын ауыстырып айтуға болмайды? Неліктен дейді? Яғни бұл жерде үшінші бөліктегі сөйлемнің орнын ауыстыруға болмайды. Мысалы, сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар үш қатарға тізіліп қойылған, мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр деп. Яғни бұл сөйлемдердің барлығы белгілі бір ортақ тақырыпта, яғни сынып туралы айтылған екен. Яғни бұл сөйлемдердің орындарын бір-бірімен ауыстыруға болмайды. Себебі ауыстыратын болсақ, оның мағынасы жойылып кетеді. Және осы мәтінді көшіріп жазамыз. Осы мәтін байланысты соңғы бөлікте мәтін берілген еді. Яғни мәтін құрамындағы сөйлемдер мазмұны жағынан өзара байланысқан екен. Келесі екінші жаттығу сұрақтарға жауап жаз дейді. Бірінші сұрақ, сыныпта қанша оқушы бар дейді. Әркім өз сыныбындағы оқушы санын жазамыз. Мысалы, біздің сыныпта 25 оқушы бар. Екінші сұрақ, оның нешеуі ұл, нешеуі қыз бала дейді. Оның 13-і ұл бала, 12-сі қыз бала деп жазуымызға болады. Әркім өз сыныбына байланысты. Үшінші сұрақ, сыныптастарың бір-бірімен тату ма дейді. Сыныптағы оқушылар бір-бірімен тату деп жазамыз. Екінші жаттығудың тапсырмалары, жазған жауабың мәтін болып шықты ма дейді. Яғни жаңағы үш сұраққа жауап берген жауаптарымыз үлкен бір мәтін болып шықты. Мәтіннің не туралы? Мәтін жалпы сынып туралы, сыныптағы оқушылар сынып туралы. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып таңдар дейді. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып біздің сынып деп алуымызға болады. Яғни ортақ бір үлкен тақырып. Үшінші жаттығу, мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы. Сабақ сөзі нені білдіреді тақырыбы. Сынып оқушылары сабақтан қалмайды, олар білім құмар балалар. Сабақ сөзі араб тілінен енген, ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ көбінесе таңертең басталады дейді. Сөз сырына саяхат кітабынан алынған екен. Мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы деген тапсырма берілген. Мәтін тақырыбына, яғни сабақ сөзі нені білдіреді деген тақырыпқа сәйкес келетін бөлік. Екінші бөлік, яғни сабақ сөзі араб тілінен енген, ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ көбіне таңертең басталады деген бөлік жалпы мәтіннің тақырыбына сәйкес бөлік екен. Төртінші жаттығу, алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында сөздерін пайдаланып, суреттер бойынша мен кезекшімін тақырыбында мәтін құрастырып жаз дейді. Яғни бізге екі сурет берілген, сол бойынша мына тірек сөздерді қолданып мәтін құрастырып жазамыз. Мен кезекшімін тақырыбында мынандай мәтін құрастырдық. Бүгін мен кезекшімін. Алдымен мен тақтаны сүртемін. Содан соң парталарды реттеймін. Барлық үстел мен орындық өз орнында тұруы керек. Содан кейін терезені ашып, сыныпты желдетемін. Достарым келгенде мен оларға көмектесемін. Ең соңында сабаққа бәрін дайындаймын. Маған кезекші болу ұнайды, себебі мен сыныбымның тазалығын сақтауға көмектесемін. Бізге мәтінге байланысты мынандай ереже берілген, осы мәтінді мұқият тыңдап, жаттап аламыз. Мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен бірігеді. Яғни мәтіндегі әртүрлі сөйлемдер, яғни екі сөйлемнен артық болған сөйлемдер арқылы құралады екен, және де оның ортақ бір сөйлемдерді барлығын ортақ біріктіріп тұратын тақырыбы болады екен. Бесінші жаттығу, мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап әкелуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен содан кейін ең соңында не істейсің?
Гүлді қалай жасаймын тақырыбында мәтін құрастырып жаз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң, яғни осы көп нүктенің орнына әрі қарай мәтінді жалғастырып жазамыз. Жаңаға тірек сөздерді қолданып, мәтінді әрі қарай жалғастырып жазамыз. Тақырыбы гүлді қалай жасаймын. Маған мұғалім түрлі түсті қағаздан гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң қағазды 4 бұрыш етіп қидым. Содан кейін қағазды әдемілеп бүктедім. Ең соңында гүлдің ортасына сары түсті дөңгелек жапсырып сабағын жасадым. Гүлім өте әдемі болды. Маған гүл жасау қатты ұнады.